2025 жылы Қадір түні қай күнге тұспа-тұс келеді? Сауапқа толы түнді қалай өткіземіз? Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 2025 жылғы ораза кестесінде наурыз айының 26-сынан 27-сіне қараған түн Қадір түн деп жариялады. Рамазан айының соңғы 10 күндігіндегі тақ күндердің бірі болғандықтан бұл түні ерекше құлшылық жасалып, дұға тілектер айтылады. Ислам ғалымдарының пікірінше Қадір түні Рамазан айының соңғы 10 күндігінде әсіресе тақ күндердің біріне жасырылған. Дегенмен көпшілік ғалымдар оның 27-ші түнге сай келетінін айтады. Сондықтан мұсылмандар бұл түнде ерекше құлшылық жасап, Алладан кешірім сұрап, дұға тілектерін білдіреді. Қадір түннің маңызы мен қасиеті. Қадір түннің ерекшелігі туралы қасиетті Құранда Қадір сүресінде былай айтылған. Ақиқатында біз Құранды Қадір түнінде түсірдік. Қадір түні 1000 айдан да қайырлы. Періштелер және Жәбірейіл ол түні Раббыларының рұқсаты бойынша барлық іс үшін түседі. Ол таң атқанша бейбітшілік түні. Бұл сүренің мән мағынасы терең. Ислам ғалымдары 1000 ай деген ұғымды 83 жыл 4 ай деп түсіндіреді. Яғни бұл түні жасалған әрбір сауапты іс адамның 83 жыл бойы үздіксіз құлшылық еткеніне тең болады. Сондықтан мұсылмандар бұл түнді бос өткізбей, көбірек құлшылық етуге тырысады. Қадір түні қалай өтеді? Қадір түні әрбір мұсылман үшін ерекше мүмкіндік. Бұл түнді қалай өткізген дұрыс? Біріншіден, дұға жасау және кешірім тілеу. Қадір түнінде айтылатын ең маңызды дұғалардың бірі пайғамбарымыз Мұхаммед үйреткен мына дұға. Алла тағалам, сен аса кешірімдісің, кешірімді жақсы көресің, мені кешіре көр. Бұл дұғаны қайта-қайта айтуға болады. Сонымен қатар, адам өз өмірінде жасаған қателіктері үшін шын жүректен кешірім сұрап, келешекте дұрыс жолмен жүруге ниет етуі керек. Екіншіден, Құран оқу және тәпсірлерімен танысу. Қадір түні Құран түскен түн болғандықтан, бұл түні қасиетті кітапты оқу ерекше сауап әкеледі. Егер Құран оқи алмасаңыз, оның қазақша мағынасы мен тәпсірін оқып, түсінуге тырысыңыз. Үшіншіден, намаз оқу. Бұл түнде парыз намаздардан бөлек қосымша қажет намазын, тәсбих намазын, тахаджуд намазын оқуға болады. Қадір түнін толықтай ғибадатпен өткізу үлкен сауап. Тахаджуд намазы 2 рәкағаттан 12 рәкағатқа дейін оқылуы мүмкін. Әр 2 рәкағаттан кейін сәлем беріледі. Бұл намазды түннің екінші жартысында оқу ұсынылады. Төртіншіден, садақа беру және қайырымдылық жасау. Қадір түні жасалған әрбір жақсы іс 1000 ай бойы жасалған құлшылықпен тең болғандықтан, садақа беру сауапты істердің бірі. Мұқтаж жандарға көмектесу, қаржылай қолдау көрсету, немесе жақсы сөз айту, бәрі де үлкен сауап әкеледі. Бесінші, туыстармен және жақындармен қарым-қатынасты жақсарту. Исламда адамдардың бір-бірімен тату болуы өте маңызды. Егер біреумен ренжісіп қалсаңыз, осы түнде кешірім сұрап, арадағы қарым-қатынасты дұрыстауға тырысыңыз. Бұл да сауапты іс саналады. Қадір түннің белгілері. Пайғамбарымыз Мұхаммед Қадір түнінің кейбір белгілері болатынын айтқан. Ғалымдар мен ислам дінін зерттеушілер бұл белгілерді төмендегідей сипаттайды. Ауа райы ерекше тыныш және жайлы болады. Түнде табиғат ерекше бір бейбіт күйге енеді. Ай мен жұлдыздар ерекше жарық көрінеді. Таңертең күннің шапағаты жұмсақ, өткір сәулесіз шығады. Жүрекке ерекше тыныштық сезімі орнайды. Бұл белгілер жыл сайын байқала бермеуі мүмкін. Бірақ мұсылмандар бұл түнде ерекше бір қасиет болатынына сенеді. Қадір түні айтылатын дұғалар. Қадір түні мұсылмандар өздері үшін, ата-аналары үшін, отбасылары үшін, бүкіл мұсылман үмбеті үшін дұға жасайды. Дұғаның нақты бір шектеулі формасы жоқ, бірақ ең маңыздысы шын жүректен дұға ету.
Күнәлардың кешірілуі үшін Алла тағала менің жасаған қателіктерімді кешіре көр, мені тура жолға сал. Денсаулық пен амандық тілеу. Раббым, маған, ата-анама және барша мұсылмандарға мықты денсаулық, амандық, тыныштық нәсіп ет. Берекелі өмір сұрау. Алла тағалам, өмірімді берекелі, ризық несібемді мол қыл. Қадір түніне дайындық қалай болуы керек? Қадір түніне алдын ала дайындалу, оны барынша пайдалы өткізуге көмектеседі. Күндіз мүмкіндігінше ораза ұстау. Кешкі астан кейін ерекше рухани көңіл күйге бөлену. Артық шаруаларды тоқтатып, түнді тек ғибадатқа арнау. Таң намазына дейін сергек болып, ғибадатты жалғастыру. Бұл дайындық қадір түнін барынша берекелі өткізуге септігін тигізеді. Қадір түні мұсылман үмбеті үшін қасиетті әрі маңызды түн. Бұл түнде жасалған құлшылық пен дұға 1000 айға тең келетін үлкен сауап әкеледі. Әрбір мұсылман бұл мүмкіндікті жіберіп алмай, түнді Алланың разылығын алуға, кешірім сұрап, құлшылық жасауға арнауы керек. Бұл түні тек өзіміз үшін емес, бүкіл мұсылман қауымы үшін дұға ету де маңызды. Алла баршамызға қадір түнінің берекесін нәсіп етіп, дұғаларымызды қабыл алсын.